Бұл үйде Ақбастан басқа қара мұрт, таңқы мұрын, тілмаш отыр екен. Абаймен уақыт байласып, әдейі кеп тосып отырған. Ол мінезі жеңіл, білімге шолақ адам. Бірақ облыс сотының тілмашы осы. Бір тәуірі орысшаға жүйріктеседі. Абай Ақбаспен амандасып отыра беріп, үлкен бөлменің ішіндегі кітаптарға қарады. Мол үйдің төрт қабырғасы бірдей ең сүйесіп тұрған көрікті кітаптар. Бәрлік әңгіме бойында Абай осы көріністен көз ала алмай, кітапқа қайта-қайта айналып қарап отыр. Бір үйден бір кісінің қасынан мұншалық көп кітап көргені осы. Ақбасқа Абай арыз ұсынды. Ерболмен екеуі қол қойып, жігітек кісілерін ақтаған екен. Бұлардың әсіресе арашылайтыны Базаралы, Қаумен, Үркімбай сияқты жандар. Тілмаш арыз жайын айтып болған соң, Ақбас Абайдың аты жөнін сұрады. Жас жігіт өзін Құнанбаевпын дегенде, адвокат жалт қарап, таңданыңқырады да, алдындағы арызды қолына алып, бірдемені іздей бастады. Таңдандырған нәрсе болыс пен бұл жігіттің ортақ фамилиясы. Осы жөнінде айыра сұрап кеп, Абайдың Тәкежан болыспен туысқан екенін білгенде, адвокат әсіресе таңырқай түсті. Сенің туысқаның бұларды қуып отырса, сен кеп ақтайсың да қорғайсың, бұл қалай деді. Абай тілмаштан ұғынды да, рас, болыс менің бірге туған ағам. Сондай жақын кісі болғандықтан, қасында отырып, жаман істерін анық көріп, толық таныдым. Жұртқа істеген әділетсіз зорлық қиянатын көрген соң үндемей отыруға шыдамадым. Адамшылық қарызы осы деп әдейі өзім тіленіп келдім. Ұлықта емеспін, ақы алған қуғыншыда емеспін. Жауапкер Қауменовпен бірде-бір ілік жалғасымда жоқ. Мына жолдасым Ербол да солай. Екеуміз тура көлденең бөгде кісінің куәлігін айтпаққа келдік. Арызымыз соның жайы. Егер ұлықтар, соттар барлық істің хақиқатын білем десе, осы біз сияқты көлденең қалыс ағайынның шындықты сұрау қажеті деп білеміз. Біздің арызымызды осы жайды анықтап дәлелдеп жазуыңызды өтінеміз деді. Бүгінгі шаруаның үлкені осы. Абай сөздерін Ақбас жақын ұғынды. Ұғынды да Абайдың жүзіне ырза боп қарады. Адамшылық дейді, қарыз дейді. Көшпелі жабайы халықтың адамы болса да, мұның аузында үлкен сөз бар. Ақбас білімді, тіс қаққан адам болғанмен қазақ арасында жаңа келген. Бұл халықты білмейтін, өзі бір кезде Петербург тұрғыны болатын. Сол жақта жасырақ кезінде патшалық өктемдігіне наразы болған, қауымдарға азырақ араласқан. Сондайдың салдарынан Петерборда тұра алмайтын боп, жылжып кетті. Алғашқы қауымнан да ажырап жалғыз қалды. Содан кейін шетірек жерлерде адвокаттығын қайта жүргізуге рұқсат алып, тыныш тіршілікке көшкен. Көп уақыт Еділ бойында, Орал тауларында жүріп, соңғы 2-3 жылдың ішінде Сібірге орналасқан. Өзі ғылымға бейім, оқымысты адам болғандықтан, Ақбас енді қазақ сияқты елдің әдет ғұрпын, заң дәстүрін жиыстырып тексерсем деп жүретін. Шен дәрежесі үлкен болмаса да, бұл шаһардың білікті басты адамы осы. Жаңағы арыз жөнінен Ақбас берген бірнеше сұрауларға жауап айтып болды да, Абай тағы кітаптарға қадалды. Қайран боп сүйсініп отырып. Шіркін, жасау мен жиһаз асылы мынау екен ғой. Жарастық қандай, қасиет қандай деді. Тілмаш Ақбасқа Абай сөздерін аударып берді. Осы уақытта Абайдың көзі жақын жердегі жақсы мұқабалы бір топ кітапқа түсті. Мынау закон кітабы ма екен? Не жайдағы кітаптар екен, ә? деп ойлана сөйледі. Ол кітаптар Пушкиннің томдары еді. Ақбас әуелде ұғындырмақ боп, ол закон емес, поэт жазған сөздер деп келді де, артынан қолын сілкіп, сен білмейсің, оны білу қиын деді. Өз ойынша, поэт Киргиз сияқты елде жоқ болар, сондықтан ондай ұғым да жоқ болар деп сөзді қысқа қайырған.
Абай тілмаштан білмек болды. Ол поэт деген сөздің қазақша не екенін ойлап көрмеген екен. Әнші кітабы деп Ақбас сияқты қысқа қайырды. Абай әнші деген сөзге тоқтай алмай, қалай дейсіз, әнші дейсіз бе? Деп түсіне алмады. Тілмаш Абайды керексіз сөзден тоқтатпақ болып, сен білмейсің, ұқпайсың деп айтады мына кісі деді. Абай намыстанып қалып, мысқылдай күлді. Япырай, бұл кісі болса білімді адам, бізде бір жұрттың сөз қарлық басы бар жастарымыз дейміз, адамға адамды жанастыратын тіл-ау. Сол болмағандықтан бірімізге біріміз оп-оңай ұғындырарлық жайларды қиын асудай көріп отырғанымызды қараш. Қазірде екі адамзат емес, екі мақұлық тәріздіміз. Мұжықтың мәстегі мен сахараның түйесі кездескендей ме қалай деді. Ербол күліп жіберді. Абай сөзін Ақбастың білгісі келді. Тілмашқа Абайдың өзі де осы сөзді жеткізші деген. Ақбас Абайдың сөзін түгел естіп болды да күліп жіберді. Рас, бұл дұрыс айтады. Мәстек түйеден үркет, түйе де оған жоламайды. Біздің хал сол екені рас, деп тағы күлді. Жалғыз ақ сен екеуміз ғана сондай емеспіз. Қазір Россия патшалығындағы закон тәртіп пен Қырғыз сахарасының арасындағы барлық тұтас халдің өзі сондай. Сен жақсы айттың деді. Осыдан кейін Ақбас пен Абайдың кездесулері көп болды. Өйткені қырдың аласапыраны молайып кетіпті. Жігітектен көрсетілген 30 кісінің тағы бірнешеуі ұсталып кеп абақтыға түсіпті. Базаралы Қараша болса қашып жүр деседі. Елдегі әрекет асқындап кеткен соң Байдалы да қалаға келген. Әр жерге түртініп жүріп кеп бір күн Абайға шынын айтты. Қарағым Абай-ай, көшеде жүрсек атымыз үркіп, қаласына симайды, үйіне беттесек есігінен тон күпіміз симайды, жалтыраған тақтайынан көн етегіміздің табаны тайғанайды. Адамына тілдесейік десек саңырау мен мылқаудай боп, ымдасудан әрі бара алмаймыз. Бұл қыр сорлыға қала деген қамау екен ғой. Жалтыр мұзға айдап салған кәрі түйедей мүгедек боп жүргеніміз мінекей деген. Отырған жұрт күліп тыңдады. Бірақ Байдалы күлдіріп айтса да күйігін айтты. Абай осыдан соң жігітек тобын өзі бастап, өзі басқарып жүрді. Енді бар жаңалықты Ақбаспен ақыл қосып тауып жүр. Тәкежандар тың адамдарды тоғытып жатқанымен, істің беті адвокат кіріскелі дұрыстыққа қарай ойыса бастады. Жақында адвокатқа Абай шешіп берген бір түйін үлкен құрал боп, барлық жұмыстың бетін өзгертіп келеді. Ұзақ әңгіменің бірінде Абай Ақбасқа балағаздардың ісі ұрлық емес, шабынды емес деп көп дәлел айтқан. Жерінен айырылған, малынан ажыраған, жұтқа ұшыраған аш арық халықты айтты. Жұттың көпшілікке неліктен ауыр болып, аз ғана топқа неліктен жеңіл өткенін білдірді. Балағаздардың мал алғанда кедейден көптен алмай, жуаннан, мықтыдан алғанын және қолдарына түскенді кедейлерге аштарға беріп отырғанын жеткізді. Әңгіме осыған келгенде Ақбас үлкен ойға кетті. Көп елдердің тарихынан, кітаптарынан хабары зор білімпаз адам бұрынғы замандардың әңгімелерін есіне алды. Европа ескілігінен Робин Гуд, Карл Мор, Жакерия, орыс әңгімесінен Владимир Дубровский, Сахатый баршасы да ойына түсті. Осы әңгіме болған күні Абайды түн ортасына шейін жібермей, мейлінше сөйлетті. Ендігі ақылды да басқаша айтты. Сонымен абақтыда отырған балағаз Әділхандар жауабы да жаңа арнаға түсті. Артынан қуған қатын бала да арыздарын бір сағаға сарқатын болды. Сөйтіп, аз күн ішінде Қаумен, Үркімбай, Базаралы, Қарақан сияқты айқын жаламен тізілген адамдар ақталып қалды. Жігітек сүйінші тілеп кісі шаптырып жатты. Тәкежан осы хабарды білісімен Абайға кісі салып, тыйылсын, бұл қай қастығы деп ашу айтқан екен. Абай, біз ата-ананың алдында туысқан болуға жарасақ, сода жетер. Мынандай ажал аузына қыл көпірдің үстіне ел жұртты өзі айдап келген соң, менен жөн сұрамасын деген. Осы жауабын келтіріп, тағы да көп шағым айтып, Тәкежан Құнанбайға кісі шаптырып еді. Әкесі Абайға тез қайтсын, болыс болмаймын деген өзі болатын. Енді Тәкежанды ақсатпасын, аяғын тартсын деп сәлем айтыпты. Бірақ бұл сәлем Абайдың барлық істі аяқтап қалған кезінде келді. Тоқтата алған жоқ. Уез бен облыстың ұлықтары Ақбасқа барлық жұмысты ұттырмады. Өз қолдарымен іс қылмаған бір топты босатқанмен, балағаздар жағын Әділхан ісін қатты ұстап қалды. Ашаршылық, жоқшылықтан туған амалсыз қимыл деген сайын қатая берді.
Ресей ішіндегі көп жерден шығып жатқан крестьян қарсылығы Ояз бен Жандаралдың көз алдына елестеген. Бір ойдан бұндай іске барынша қатты жаза қолданбақта болған. Патшалықтың зәрлі законы ондай жерге барынша қадалмаққа керек. Тек қана өздеріне сыры мәлім емес Сахара оқиғасы болғандықтан және іздеуші жұрт көбейіп кеткендіктен барып батыл қимылдай алмады. Тайсала соқты. Бірақ соның өзінде де 30 кісінің ішінен 10 шақты адамға жаза берді. Басында ол жаза да сұмдық болатын. Балағаз, Әділхандар өмірлік каторгаға бұйырылады деп еді. Ақбас пен Абайлар барды салып жүріп көп жеңілдік тапты. Балағаздар каторгаға бармайды, Үркітке жер аударылатын болды. Қалада жатқан барлық ағайын енді балағаздармен қоштасқан уақытта жылап айырылысты. Бірақ көріспейміз деген жоқ. Аз жылдар өткен соң ел ішіне ораласыңдар, келесіңдер деп алдағы күнге үміт артып ұзатты. Абай енді елге қайтпақ еді. Соңғы рет Ақбаспен көріскелі келгенде қарт адвокат Абайға ақыл айтты. Сен жас болсаң да ақылды адамсың. Халқыңа жаның ашиды екен, оның зор қасиет. Бірақ сол елің мен өзіңнің қамыңды шын ойласаң, білім жарығына ұмтыл, оқу ізде деді. Бұл сөздер Абайдың өз арманының дәл үстінен түскен сөздер. Оқуға жаным құмар, бірақ қайтып оқимын. Школға түсуге ұлғайып кеттім. Басқа оқудың жолы бар ма? Ақыл айтыңызшы деген. Адвокат көп мәслихат берді. Ең әуелі үлкейгендік бөгет емес екенін айтты. Жасы 40-қа келіп те білім іздеп, өз-өзінен ізденіп, ғалым боп шыққан кісілер де бар екен. Солардың аттарын атады және оқуды школға түспей оқуға болатынын да айтты. Абай тез уақытта қайта келмекке уәде берді. Адвокат частный оқытатын учитель тауып бермек болды. Жалғыз-ақ Абай өзі бұлай өздігінен көп ізденіп, қажымай, қадалып оқуға бекіп келсін. Сонда бұған білім есігі оңай ашылатынын сөйледі. Жас жігіт талайдан бері көкейін тескен бір түйіннің шешуін тапқандай боп қуанып кетті. Енді ауылға барып үй ішінен рұқсат алып, пұл қамдап, тез уақытта қайта оралмақ боп елге қайтты. Көптен бері жас көңіліне жат боп кеткен көтеріңкі қызу мен сергек желік тауып қайтты. Жидебайға келген соң Абай көп бөгелген жоқ. Ділдә мен шешесінің рұқсатын оңай алды. Басқа кісілермен ақылдасқан жоқ. Соңғы күндер қала жаққа Мырзаханды жөнелткен. Соятын соғым жіберді, ұстауға пұл керек. Соған арнап, мұндағы соғым терілері мен бірен-саран ірі қараны айдатты. Енді өзі де жүргелі отыр. Осы жазда Ділдәнің 3-ші баласы туғанды. Кішкентай, ақ сарлау келген Әбдірахман қазір күлуге, талпынуға жарап қапты. Абайдың ең алғаш бейіл бере бастаған баласы осы. Өзінің еті де, түсі де ақшыл екен. Бет бітімі дөңгелек емес, сопақтау және жұқалаң, қасы көзі қиылып тұр. Бар тұлғасында нәзік келген бекзадалық бар. Ділдәнің бар баласы рең жағынан Абайға тартпай шешеге тартып келеді. Бәрі де ақшыл сарғыш. Бірақ мына бала сонымен бірге туысты, сүйкімді. Абай Ділдәмен оңаша қоштасты. Көп сөз айтысқан жоқ. Татулық, тілеулестік арқасында қабақпен танысқан. Сөзге сараң, сырға сырдаң Ділдә бірақ тілек айтты. Кәрі шешең бар, жас балаларың бар. Бізді ойламасаң да соларды ескер. Көп сарғайтпай келе жүр деп күлгенді. Оншалық күрсініп қиналып қалатын нәрсе емес. Ондайға Ділдә шорқақ. Ішінде көп нәрсе жүрмейді. Жүрер болса қатқыл мінез, қатаңдау үнмен оп-оңай айтып қалып отыратын. Абай әйеліне кешіріммен қарап иығынан қақты да, мен желік іздеп бара жатқам жоқ. Адамшылық қасиетін іздеп барам. Соны ұққайсың деді. Әбдірахманды киіндіріп тұрып, көтеріп қолына алып шешесінің үйіне келді. Бұл шақтарда недәуір қартайып қалған Ұлжан баласының жүзінен көз алмай көп қарады.